Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сізге баялыдан, яғни баклажаннан, жаңағы орысша айтқанда тещин язык жасаудың екі әдісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Видеоны қарамас бұрын мен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең бірінші біз баялыны алып, тазалап жуып, дөңгелек қылып турап шығамыз. Жіңішке турап шығыңыздар. Осылай дөңгелек қылып турап шығасыздар. Осылай турап шығасыздар. Енді баялдыны жаңағы бір ыдысқа салып, үстіне су құямыз. Осылай батып тұру керек. Және де үстіне 2 қасық жаңағы тұз қосамыз. Бұл жаңа біз қазір қуырған кезде баялдының қышқыл дәмі болмас үшін жасалады. Осылай тұз қосып, жаңағы бетін жауып қойыңыздар. Бір 10-15 минут осылай тұру керек. Енді біз жаңағы ішіндегі салмасын дайындап аламын. Чеснокты алып, сарымсақты жаңағы кішкентай үккіштен өткізіп аламын. Және де осыны жаңағы майонезге осыны қосатын боламын. Жақсылап араластырамын майонезбен. Майонездің орнына жаңағы қаймақ қоссаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңізде. Салмамыз дайын. Енді қызанақтарымызды дөңгелек қылып турап шығамыз. Жіңішке тұруға тырысыңыздар. Міне біз баялдымыз 10-15 минут тұрды. Енді судан алып, жаңағы неге онда орамалға жайып әбден кеп тұруымыз керек. Неге көрдіңіздер ме, суларыңыз қап-қара болып осылай болып шығады. Қазір біз жаңағы баялдымыз бәрін нете аламыз, кептіріп алуымыз керек. Үстін жаңағы мынандай орамал алып, үстінен басып шығыңыздар. Суын әбден кетіріп алу керек. Мен қазір сіздермен 2 әдісімен бөлісемін. Осы жаңағы бір әдісі жаңа баялдың өзін ғана қуырамыз. Екіншісі
вкляри болады. Ол жаңағы жұмыртқа қосып қуыратын боламыз. Енді бірінші әдісі ол жаңағы майды қыздырып аламыз. Кішкене көбірек қосыңыздар майды. Жаңағы біздің баклажандарымызды осылай екі жағынан қуырып алатын боламыз. Жай өзін ғана бірінші қуырамыз, ол бірінші әдіс. Осылай жаңағы екінші жағы қызарғанша осылай екі жақтан қуырып алатын боламыз. Осылай асты қызару керек сіздерде де. Осылай екі жағынан қуырып аламыз. Екінші әдісі ол жаңағы бір жұмыртқаны алып, осылай араластырып жіберіңіздер. Және де екі жағынан осылай малып аласыздар да. Осылай қуыратын боламыз. Міне мен барлығын қуырып алдым. Міне екі түрлі әдіс, біреуі вкляре, біреуі жай баклажанның өзі. Енді міне біз үстіне майонезді жағып, жұқағып жағасыздар. Және үстіне помидор салып, помидордың үстіне тағы да майонез жағасыздар, чеснок қосылған. Және де үстіне тағы да баялына қосып осылай жинайтын боласыздар. Міне достар, біздің салаттарымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, және видео рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер достар. Сіздермен болған Әйгерім, назарларыңызға көп рахмет.